Барлықтарыңызға сәлем, құрметті білімгерлер. 3D Max бағдарламасын үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз негізгі примитивтерді қолданып аққала жасау. Және де бүгінгі сабақты өткізетін мен Бекмұратқызы Жұлдыз. Енді 3D Max бағдарламасын ашамыз және де аққала жасау үшін біз бүгін стандартты примитивтерді қолданып жұмыс жасайтын боламыз. Оның ішінде шарды таңдайтын боламыз. Ендігі кезекте осы шардың түсін ауыстыратын боламыз. Осы алынған шардың түсін ақ түске өзгертеміз және де көлемін өзімізге керекті етіп көлемін құрып аламыз. Өлшемін кішкене кішірейту керек. Енді осы дайын болған шардың көшірмесін алу үшін Shift батырмасын баса отырып, жоғары қарай көтерген кезде шардың екінші копиясы, яғни көшірмесі шығатын болады. Осы жерде копиді таңдап, ОК деген кезде екінші шарымыз міндетті түрде шығатын болады. Бұл шарды да тағы да көшірмесін жасап алу үшін Shift-ті баса отырып жоғарыға қарай көтереміз және копи деп басамыз. Мінекей бізде үшінші шарымыз шықты. Енді кезекте біз шарлардың параметрін өзгертетін боламыз. Ол үшін біз Modify батырмасын басатын боламыз. Мысалы, бұл жерде шардың көлемін 7-ге қойсам, кішкентай болып көрінеді екен. Сол себепті де үлкенірек размер таңдайтын боламыз. Ортаңғы шарымыздың да көлемін кішірейтетін боламыз. Мінекей біздің аққаламыздың формасы келді. Енді бұның қолын жасайтын боламыз. Енді кезекте қолын жасау үшін осы шарды алып, көлемін кішірейтеміз және де копировать етіп аламыз. Shift батырмасын баса отырып, оңға жылжытқан кезде бізде екінші шаригіміз пайда болды және бұның көлемін кішірейтетін боламыз. Мінекей біз аққаламыздың қолын кішірейтіп, размерін кішірейтіп, яғни өзімізге ыңғайлы етіп жасап жатырмыз. Оңнан, солынан, төбесінен осылай кез келген объектіні қарап бақылап көрсеңіздер болады. Бізде енді бірінші қолы дайын болды, яғни екінші қолын қою үшін дәл жаңағыдай копировать етіп аламыз, яғни көшірмесін жасап енгізіп аламыз және де екінші жағына ыңғайластырып қоямыз. Ендігі кезекте біз аққаламыздың бастапқы бөліміне өтсек, яғни бас бөлігінде көзін, мұрнын жасайтын боламыз. Енді кезекте біз шаригімізді тағы да копировать етіп алдық қой. Бұның көлемін кішірейтіп орналастыратын боламыз. Бұл шаригімізді көздің орнына туралап қоятын боламыз. Көзіміздің түсін қара етіп өзгертіп алдық және де осы ерекшеленіп тұрған көзімізді копировать етіп екінші жағына қарай орналастырамыз.
Мінекей біз екі көзін примерно орналастырып болдық. Енді өздеріңіз қалағандай асықпай әдемілеп орналастырсаңыздар болады. Ендігі кезекте аққаланың мұрнын жасау үшін біз тонусты таңдаймыз және соны енгізіп қоятын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай біз мұрнын дайындап қойдық. Оның радиусын өзгертейік қазір. Және бұны орналастыру үшін біз бұны бұрып, ыңғайландырып қойып алатын боламыз. Жасалынған аққаланың мұрнының түсін өзгертіп алдық. Енді оны бұрып өз орнына орналастыруымыз керек. Біздің дайын болған мұрнымыздың радиусы әлі де үлкенірек екен. Сол себепті де радиусын кішірейтетін боламыз. Және де ұзындығын қысқартатын боламыз. Жалпы біздің аққаламыз дайын болды. Түрі осындай болып шықты. Енді дайын болған аққаламыздың басына шелек кигізетін боламыз. Біз шелекті жасауымыз үшін қайтадан грейд батырмасына қарай өтеміз. Аққаланың басына бас киім кигізу үшін жаңағы конусты таңдаймыз. Сол арқылы көлемін келтіріп алатын боламыз. Мінекей біз өзімізге керекті конусты жасап алдық. Осы дайын болған конусты аққалаға кигізуге әрекет жасайтын боламыз. Бұл жерде біздің жасаған бас киіміміздің радиусы үлкен екені көрініп тұр. Сол себепті де радиусын өзгертіп кішірейтетін боламыз. Енді бұны біз кішкене бұрсақ та болады. Енді біз бұл шелектің тұтқасын жасауымыз керек болады. Және де соны жасайтын боламыз. Шелектің бауын жасап көретін боламыз. Осындай өзімізге керекті шеңберді алдық. Және де қазір бірге байланыстырып көретін боламыз.
Дайын болған шелегіміздің бауының радиусын және де кішкене көлемін жіңішкертейік және де осылай жасап қоятын боламыз. Енді бұл шелектің бауын кішкене түсірейік. Енді дайын болған ақ қаламызды рендеринг жасап көрсетейін сіздерге. Енді кезекте ақ қаланың барлық бөлшектерін біріктіргіңіз келсе, барлығын ерекшелеп белгілеп алып, гroup деп бассаңыз, барлығы бірге белгіленіп, группировка жасалынады. Бүгінгі біздің ақ қаламыз жасалынды. Негізгі примитивтерді қолдана отырып ақ қаламызды жасап шықтық, және де өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай ақ қаланың жанына елка болмаса басқа да бір объектілерді құрып жасап шықсаңыздар болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.